Сәлем достар, мен сіздерге бүгінгі сабақта керемет аксессуардың тоқылу түрін көрсеткім келіп отыр. Оны біз басымызға тағатын повязка немесе белімізге белдік ретінде қолдансақ та болады. Ол үшін бізге екі түрлі жіп керек болады. Екі жібіміз бір-біріне үйлесімді болу керек. Мен сол үшін ақ және қызыл жіпті таңдадым. Ал жұмысымызды бастаймыз. Менің бұл жібім повязка тоқуға келеді. Ал егер де белдік тоқитын болсаңыздар, жуандау жіп алғандарыңыз дұрыс болады. Жұмысымызды ілмекпен бастаймыз. Бірінші 7 ілмек іліп аламыз. Бірінші ілмек кетті. Бірінші ілмек, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ілмек іліп алдық. Енді крючогымызға 4 рет айналдырып аламыз жіпті. Жұмыс жібін 4 рет ілдіріп аламыз. 3, 4. Сонда крючогымызда қазір 5 жіп бар. Көресіздер ғой? Енді осыны бірінші петлямен біріктіреміз. Бірінші петляға крючокты өткіземіз. Жіпті шығарып аламыз. Енді 2 жіптен жұмысымызды жалғастырамыз. Екеу, тағы да екеу, 2 жіптен шығарып аламыз. Бізде осындай кольцо пайда болу керек. Көрдіңіздер ғой? Ары қарай енді 6 жіп іліп аламыз. 6 ілмек ілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ілмек ілдік. Тағы да 4 рет жіпті айналдырып аламыз. 4 жіп айналдырдым. Басындағысымен 5 жіп болады. Енді осыны біріктіреміз жаңағыда кольцо қылып. Мына 2 жіптің қосылған жерін көріп тұрсыздар ғой. Осы жерге өткізіп, 2 жіпке бірден өткізіп, жіпті іліп аламыз. Қазір кольцомда менде крючокта 6 жіп бар. Енді осыны 2 жіптен шығарып аламыз. 2 шығардым. 2-ден 1 шығарып, 2-ден 1 шығарып, жұмысымызды аяқтаймыз. Мінекей, екінші кольцо пайда болды. Тағы да 6 ілмек ілеміз. 2, 3, 4, 5, 6. 4 рет айналдырып аламыз. 2, 3, 4. Басында біріктіретін жаңа кольцоның аяқталған жерінен біріктіреміз. Мына жерден. Өзі белгілі болып тұрады. Осы жерден жіпті іліп аламыз. Крючокта 6 жіп бар. Енді 2 жіптен 4 жіпті іліп аламыз. 2 жіптен жұмысты аяқтаймыз. 3, 2, соңғысы. Көрдік қой? Тағы да мен сіздерге осындай 5 кольцо жасап көрсетіп, жұмыстың аяқталуын көрсетейін. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Жіпті өткіземіз. Шығарамыз. 2 жіптен 1 жіп. 2 жіптен 1 жіп. 2 жіптен 1 жіп. 2 жіптен 1 жіп. Менде осыны қазір 4 кольцо болды. Тағы бір кольцо қосып жүрейін. 1, 2, 3, 4,
6, 1, 2, 3, 4. Біріктіреміз. Жіпті іліп аламыз. Екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу шығарамыз. Міне, бізде осындай кольцолар пайда болады. Сіз егерде басыңызға повязка ретінде қолданатын болсаңыз, істейтін болсаңыздар, онда сол бастың өлшеміне қарай жасайсыздар. Белдік кес жасайтын болсаңыздар, жаңа айтқанымдай жуандау жұп аласыздар. Енді бір ілмек іліп аламыз, жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Крючокқа бір жұп дәлемізді, мына кольцодан 10 столбик шығарамыз. Пол столбик дегеніміз мына крючокқа жіпті ілдік, жіпті өткіздік, осы 3 жіптен бір жіп шығарамыз. Крючокқа жіпті ілдіреміз. Кольцодан жіпті алып шығып, 3 жіптен бір жіп шығарамыз. Осылай, осы бір жақ бетінен 10 столбик тоқуымыз керек. 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9, 10. Мінекей. 10 столбик тоқып шықтым. Пол столбик, жартылай столбик яғни. Енді екінші кольцоны жалғастырып тоқып кетеміз. Мінекей. Жіпті ілдіреміз де, сразу екінші кольцоға өтіп кетеміз. Жіпті ілдіріп алып, міне 3 жіптен бір жіп шығарамыз. Жіпті ілдіреміз. Мінекей. 3 жіптен бір жіп. Қарап отырсаңыздар, өте оңай тоқылуы. 3 болды. 4-еу, 5-еу, 6, 7, 8, 9, 10. Екінші кольцоны тоқыдық. Енді осыны басына дейін тоқимыз. Мен бір жақ бетін тоқып шықтым. Енді екінші жақ міне кольцоның басына келген кезде бір жағына 10 пол столбик тоқып шықтық қой. Енді ары қарай жалғастырып, тура солай 10 столбик жалғастырып кетеміз. Мінекей. 1, 2, 3. Мына жіп арасында қалып кету керек. Басында бастағанда қалып кеткен жіпті арасына жасап жүреміз. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді ары қарай келесі кольцода жалғастырып тоқып кете бересіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Жұмыстың барысы түсінікті болды деп ойлаймын. Мінекей көрдіңіздер ғой. Осылай соңына дейін аяқтайсыздар. Нәтижесінде мінекей бізде мынандай пайда болады. Мінекей көрдіңіздер ғой. Мен мына жерде 20 кальций алдым. Бұл детский киімде, детский қыздардың киіміне жоқ, детский нелерге болады, пояс қылуға, оларға жіңішке қылуға да болады ғой. Сол үшін мен 20 кальций алдым. Немесе повязка, үлкен кісілерге повязка ретінде қолдансаңыздар да болады. Ары қарай не істейміз? Ары қарай екі нені біріктіреміз жұмысты. Мінекей мына арасынан өткізіп отырып біріктіреміз. Міне бірінші кольцодан өткізіп алдық. Екінші кольцодан ақ жіпті осылай өткізесіздер. Ана кольцо айналып кетпеуін қадағалаңыздар. Енді мына ақ кольцодан қызылды өткіземіз. Енді қызылдан ақты өткіземіз. Ақтан қызылды өткіземіз. Қызылдан ақты өткіземіз. Ақтан қызылды. Кальциоларыңыз айналып кетпеуін қараңыздар. Кальцио айналып кетсе дұрыс шықпай қалады. Қызылдан ақты. Осылай соңына дейін өткізіп аламыз. Мінекей бір-бірінің ішіне, кальцияның бір-бірінің ішіне өткізіп шыққанда осындай зат пайда болды. Мінекей қараңыз. Бұл қазір мен өзім басым өлшегенімде шақ келіп тұр. Негізі мына тоқыған кезде артықтау қылып өлшеп алыңыздар. Сонда мына жер былай жинаған кезде қысқарып қалады екен. Сол үшін басыңыздың өлшемін немесе беліңізді өлшеген кезде артықтау қылып өлшеп алыңыздар. Мен мінекей басына мынада түйме тақып қойдым. Келесі бауын бүйтіп білдіріп, мінекей басыңызға осылай тағып алсаңыздар болады. Немесе белді ретінде қолдансаңыздар болады. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Келесі сабақта не үйренгілеріңіз келеді, соны жазып кетсеңіздер, мен сол заттың тоқылу жолын көрсететін боламын. Рахмет сіздерге.